күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай қазақтың ұлттық тәтті десерті жентті жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге ұнтақталған тарымызды, яғни талқанымызды салып алатын боламыз. Үстінен шекер салып, және ерітілген сарымайымызды салатын боламыз. Енді жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Біркелкі массаға келгенге дейін. Біркелкі болып араластырып болғаннан кейін мен үстіне үгітілген шоколадты қостым. Сіздер үйлеріңізде қандай дәннің түрі бар, соны қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай пакетке салатын боламыз. Формаға келтіріп болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 немесе 1,5 сағатқа салып қоятын боламыз, қатқанша. Жентіміз дайын. Егерде менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.